Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге осындай өте әдемі, өте дәмді глютенсіз өпе-пай тортын дайындайтын боламыз. Бұл өпе-пай торты өте оңай дайындалады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен біз бір ыдысымызға шоколад пен сары майымызды ерітіп алуымыз қажет. Менде шоколад, қара шоколад. Осы екеуін жақсылап ерітіп аламыз. Сулы моншада немесе қысқа толқынды пеште. Енді бос ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Және жақсылап 5 минут көлемінде миксермен араластырамыз. Бес минут араластырғанда біздің жұмыртқамыз осылай көтеріледі. Дәл осы аралықта біздің шоколадты қоспамыз еріп болады. Және осылай араластырып отырып суытамыз. Суығаннан кейін осы жұмыртқалы қоспамызға қосамыз. Араластырамыз. Бөлек ыдысқа құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Күріш ұны, жүгері ұны, какао және крахмал. Дәл осы сәтте разрыхлитель, яғни қопсытқыш қоссаңыздар болады. Міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп қосуымыз қажет, сонда біздің өпе-пайымыздың бисквиттері әдемі болып көтеріледі. Араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне соданы алманың сірке суымен араластырып қосамыз. Көп қоспаймыз, себебі дәмі басым болып кетуі мүмкін. Қамырымыз осындай қатты сұйықта емес, қоюда емес болып шығуы қажет. Себебі бұл бізде тұра-тұра қойланады, себебі құрамында жүгері ұны бар. Енді біз алдын ала 7 санын шығарып алуымыз қажет, немесе қолдан сызып алсаңыздар болады. Және соның көлемімен келтіре отыра осылай кондитерлік қапшыққа салып, қамырымызды құямыз. Кондитерлік қапшық маңызды емес, пакетке салып жасаңыздар да болады. Не болмаса тіпті кәдімгідей жасай берсеңіздер болады. Жай ғана жағып. Сан түрінде дайындау міндетті емес. Сіздер оны 22 диаметрде дөңгелек түрде дайындасаңыздар болады. 180 градуста 7-10 минут аралығында пісіреміз. Одан ертеде пісуі мүмкін, байқап отырыңыз. Піскеннен кейін осылай артық шетін алып тастаймыз. Жаңа піскен күйінде, яғни ыссы болған кезінде кесіп алған жақсы, сонда оңай кесіледі және де қиындықтар туындамайды. Қалған бисквиттен сыр, кейк, болопс немесе милка десертін дайындасаңыздар болады. Енді крем дайындаймыз. Крем дайындау үшін біз клегей, сүзбелі ірімшік және қант ұнтағын жақсылап қоюланғанша дейін араластырамыз, және де міндетті түрде клегейіміз сап-салқын болуы қажет. Ұзақ араластырмаймыз, қоюланғаннан кейін бірден тоқтатамыз. Қоюланғанда өзінің формасын ұстайтындай дәрежеде болуы керек, ыдысы төңкерген кезде ықпауы қажет. Енді мен бұны бөлек ыдысқа алмастырып аламын. Мен бұның грамын өлшеуім керек. Енді біз 7 санымен тағы да кесіп тастаған болатынмын астыңғы жағын, себебі маған ыдысқа сыятын болу керек. Осындай өпе-пай насаткасын пайдалансаңыздар болады, немесе жұлдыз насаткасын, немесе мен қазір осындай жабық жұлдызды пайдаланайын деп жатырмын. Енді осылай грамын өлшеп алдым мен бөлек ыдысқа салып, және оны тепе-тең 4 бөлікке бөліп, осылай кондитерлік қапшыққа саламын. Креміміз дайын, бисквитіміз дайын. Енді жинауға кірісеміз.
Осылай айналмалы үстелшені пайдаланған жақсы, немесе тәрелкеге жинай берсеңіз болады. Астына кішкене крем жағамыз, біздің тортымыз құлап кетпес үшін. Енді оның үстіне жаңағы кремімізді әдемі қылып орналастырып жағамыз. Дөңгелек қылып салсаңыз болады, жұлдыз, өзіңіз қалай қалайсыз, солай жасай берсеңіз болады. Немесе кәдімгі кондитерлік қапшықтың басын кесіп, жай ғана дөңгелектер жасап шықсаңыз болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңызда. Кремімізді баспаймыз, себебі жан-жағына ағып кетуі мүмкін. Біздің тортымыз дайын. Енді өзіміздің қиялымызға байланысты тортты безендіреміз. Мен халяль маршмеллоулармен және де осындай туффе конфеттермен безендірдім. Және көбелек тәріздес посыпке, яғни торттың бетін безендіруге арналған ұнтақтарды септім. Көбелек тәріздес әртүрлі түсте. Сонымен біздің тортымыз дайын, осындай әдемі болып шығады. Егер де видео ұнаса, видеоға лайк басып, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Және де қандай да сұрақтарыңыз болса, видеоның астына пікірге қалдырыңыз. Видеода пайдаланылған ингредиенттердің құрамы видеоның астында көрсетілген. Қараңыздар, торт өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назарларыңыз үшін рахмет. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.